Пей воду асу, чтобы учиться лучше. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кітап бағалы сыйлық. Здравствуйте, ребята! С вами Жұлдыз Бақытбекқызы. Сегодняшняя наша тема – книга «Драгоценный подарок». Жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Жаңа сөздер, новые слова. Дана сөз, мудрое слово. Дүние жинамайды, не копит имущество. Шағын, маленький. Қызық, мәліметтер, интересные сведения. Ақпарат, информация. Бөле, двоюродный брат. Ұқыпты, ұстау, держать прилежно. Рұқсатымен, с разрешения. Табасың, найдешь. Таппайсың, не найдешь. Ну, а давайте еще раз повторим. Дана сөз. Дүние жинамайды. Шағын. Қызық мәліметтер. Ақпарат. Бөле. Ұқыпты ұстау. Рұқсатымен. Табасың. Таппайсың. Ну, еще сегодня мы с вами будем говорить отрицательные и положительные глаголы. Болымды және болымсыз етістіктер жайында сөйлесетін боламыз. Болымды етістік дегеніміз не, оқушылар? Болымды етістік дегеніміз қимылдың, іс-әрекеттің болғанын, болып жатқанын немесе болатынын білдіреді. Мысалы, келді, көріпті, бара жатыр. То есть положительная форма глагола означает происхождение, выполнение действия. Например, оқы, учи, читай, жаз, пиши. Ал болымсыз етістік дегеніміз не? Болымсыз етістік дегеніміз іс-әрекеттің болмағанын, болмай жатқанын және алдағы уақытта да болмайтынын білдіреді. Болымсыз етістіктер түбірге әртүрлі жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалынады. То есть отрицательная форма глагола образуется путем присоединения к исходной форме суффиксов маме, бабе, папе или же ган, ген, кан, кен и модальное слово жоқ. И, конечно же, они все присоединяются по закону сингармонизма. Например, барма, либо барған жоқ. Ал енді осы етістікке қатысты тақырыбымызбен сәйкес тапсырма орындайық. Қою қаріппен жазылған болымсыз етістіктерді болымды етістікке айналдыр. Выделенные жирным шрифтом отрицательные глаголы замените на положительные. Например, кітапханада әкемнің бірінші сыныпта оқыған әліппесі болмады. То есть это глагол у нас в отрицательной форме. Как так здесь у нас стоит суффикс ма, болмады. Әкем оны туған күніме сыйламады. Бір күні менің бөлем келмеді. Ол суретті әліппені көріп қатты ұнатпады. Әкемнен рұқсат алып әліппені бөлеме сыйламадым. То есть, ребята, как вы видите, все эти глаголы у нас в отрицательной форме. Ма, ме, а также па, либо же ма добавили. Добавляем все суффиксы по закону сингармонизма. А как же будет в положительной форме? Кітапханада әкемнің бірінші сыныпта оқыған әліппесі болды. Әкем оны туған күніме сыйлады. Бір күні менің бөлем келді. Ол суретті әліппені көріп қатты ұнатты. Әкемнен рұқсат алып әліппені бөлеме сыйладым.
Ал енді оқушылар мәтінді оқып бірге аударайық. Ну а, ребята, давайте прочитаем текст и переведем. Кітап, білім, бұлағы деген дана сөз бар. Есть такое мудрое слово, как книга, источник знания. Білімнің пайдасын білетін адам дүние жинамайды, кітап жинайды. Как же переводится? Человек, знающий пользу знаний, не копит имущество, а собирает книги. Біздің үйде шағын кітапхана бар. У нас дома есть маленькая библиотека. Кітапханада әртүрлі ертегілер, сөздіктер, түрлі энциклопедиялар бар. В библиотеке есть сказки, словари и разные энциклопедии. Мен қызықты ақпараттарды осы кітаптардан оқимын. Из этих книг я прочитал интересную информацию. Мен кітапханадағы барлық кітаптың тізімін жасап шықтым. Я составил список всех книг в библиотеке. Ал енді, балалар, сөздерді сәйкестендірейік. Сопоставьте предложение. Кітапты жыртпа, дүние жинама, өтірік айтпа, хат жазба, жалғыз жүрме, парақ берме, заттарды алма. Я, оқушылар, бұл жердегі барлық етістіктер болымсыз түрде тұр екен. Ну да, ребята, вот здесь все глаголы у нас в отрицательной форме. Ал енді келесі тапсырмамызды бірге орындайық. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Напишите нужные слова вместо точек. Қажетті сөздер: ұқыпты ұстайтын бол, бөлем, рұқсат алдым, жыртпа, қуанды. Менің бөлем келді. Әкемнен рұқсат алдым. Бөлеме әкемнің әліппесін сыйладым. Бөлеме әліппені ұқыпты ұста дедім. Әкемнің әліппесі мен үшін өте қымбат. Бөлем бұл кітапты ұқыпты ұстайтын боп сөз берді. Бөлем қатты қуанды. Мен оған талабыңа нұр жаусын деп тілек айттым. Осымен, оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. На этом все. До свидания. Для активной работы мозга нужно пить 1,5 литра воды в день. Пей воду АСУ, чтобы учиться лучше.